Сәлем достар, қалдарың қалай? Оқу аяқталады ертең, енді 11 сынып бітіріп жатқандарға. Ал қалған студенттерге біреулеріне оқу бітіп жатса, енді біреулеріне жалғасады. Бізде енді қазір рубежка болып жатыр. Жақында кітап тапсыра беруге болады қазірден бастап. Бізде келесі айда бастап рубежка басталады, сессия басталады. Бүгінгі түсіретін видео менің кітап жайлы болмақ. Енді екінші семестрде қандай кітаптар оқыдық, олардың ішінде қандай кітаптар бізге ешқандай қолданыста болған жоқ деген сияқты. Ең бірінші міне жоғарыдан бастап ала берейін. Латын кітабы. Егер сіздер осы Марат Оспанов атындағы медициналық университетке түсетін болсаңыздар, онда осында кітап міндетті түрде аласыздар деп ойлаймын. Бұл латын тілі бойынша жаттығулар жинағы. Осы біздің универдегі ұстаздарымыздың шығарған кітабы. Одан кейін латын тілі терминология негіздері. Клиникалық терминология, бұл да қажет. Бұл да осы біздің универдің мұғалімдері шығарған. Одан кейін латын тілі медициналық анатомиялық терминология. Бұл 3 кітап өте қажет кітап. Және тағы да бір кітап бар, ол фармакология негіздері туралы, фармакологиялық терминология туралы. Ол кітапта жеткіліксіз болғандықтан менде болған жоқ, бірақ мен арнайы сатып алған едім. Қазір ол менің қолымда емес. Осындай кітаптар қолданыста болады. Егер сіздер Марат Оспановқа түсетін болсаңыздар, латын тіліне міндетті түрде осындай кітаптар қолданасыздар деп айта аламын. Өйткені бұл маңызды өте латын тілде. Келесі физиологияны көрсетейін. Физиологияның мынандай 3 том бар. Жалпы физиологияда кітап көп. Бірінші, екінші, үшінші том. Не? Бірінші адам физиологиясы, екінші не? Үшінші. Бұл кітапта керек, бірақ оқитын тақырыптар әртүрлі. Осы көбінесе 3-ші бөлімде кездеседі, негізі оқитын тақырыптар. Және бұл бізге қажетті кітаптардың бірі. Осындай кітап келеді. Бабская, Шемирова деген адамдар жазған. Осы кітапты шығарған екен. Физиология 3 томы. Бұл жалпы қажет. Одан кейін келесі физиологияны көрсетейін. Адам физиологиясы деген үлкен бізде кітап бар. Сондай үлкен кітап бар. Бұл кітапта қажет мәліметтер күшті жазылған. Бұл кітапта тек үлкендігі алып жүруге қиындығы болмаса, бұлай өте жақсы кітап. Ертең сессия тапсырған кезде осы кітапты және осы кітаптарды қолданып дайындауға болады. Осындай физиологияның осындай кітабы бар. Одан кейін келесі қандай физиологиядан бар екен? Басқа физиологиядан кітап жоқ. Одан кейін кітап бар екен. Мұнда кітап бар. Бұны арнайы кітапханаға барып алуыңызға болады. Мүмкін өздері де беруі мүмкін. Физиологиялық зерттеу әдістері. Яғни протокол деп айтамыз, хаттама. Хаттама жазып отырасыздар. Ертең медициналық университетке түсетін болсаңыздар, осы физиологиядан хаттама жазасыздар. Хаттама яғни бұл сіз мысалға рефлекс туралы өтетін болсаңыз, сол рефлексті қалай анықтауға болады? Соны туралы тәжірибе жасайсыздар ұстаздарыңызбен бірге. Сондай. Бақаның тәжірибесін жасаған қазіргі кезде, бірақ бақамен тәжірибе жалпы жәндіктер мен жануарларға зиян келтірмеу керектіктен сондай заң шыққан. Сондықтан біз ондай тәжірибе бақамен жасаған жоқпыз. Бірақ алдыңғы оқыған студенттер жасаған. Бұл да өте қажет кітап. Ертең сессияда және рубежкілерде осы протоколдардан да сұрақ келеді. Протокол яғни хаттамалардан да сұрақ келеді. Керек кітап жалпы. Өте керек, қызық кітап, оқығанда түсінікті. Одан кейін физиологиядан кейін келесі молекулярлық биология деген кітап көрсетейін. Молекулярлық биология бізде жалпы 1-ші семестрде және 2-ші семестрде оқыдық. Осы кітап ең тезірек, ең көп қолданылған кітап осы. Сәтбай Абилаев деген кісінің жазған кітабы. Өте қажет, ең көп қолданылған осы молекулярлық және медициналық генетикада ең көп қолданылған кітап осы. Осы кітап. Келесі молекулярлық биологиядан тағы да кітаптар бар. Қазір көрсетейін сіздерге. Молекулярлық биологиядан
міне медициналық генетика деген үлкен кітап бар. Бұл кітапты шынымды айтсам мен қолдандым деп айта алмаймын. Қолдансам тек 1-2 мәліметті ғана алған шығармын, бірақ бұны өзіңіз үшін оқуыңызға болады. Бұның ішінде жалпы түрлі аурулар, тұқым қуалайтын генетикалық аурулар, молекулалық, хромосомалық деген сияқты сондай түрлі аурулар жазылған. Қызық. Не? Көрдіңіздер ме? Астағы 1-2 сурет көрсете берейін сіздерге. Соңғы жағында күшті. Өзіңіз үшін оқып қарауыңызға болады. Міне мына суреттер бар. Қызық кітап жалпы. Өзіңіз үшін оқуыңызға болады. Маған керек-ау, егер генетик боламын десеңіз, осы кітапты оқуға сізге кеңес беремін. Міне осындай кітап, бұл да үлкен ірі кітап, бірақ көп сабақта көп қолданбайсыз тек 1-2 тақырыптар бар, соған қатысты. Келесі кітап мен сіздерге ағылшынды көрсетейін. Ағылшында тек бір-ақ кітап болды бізде. Міне бір-ақ кітап, бұл оның өзі орысша кітап. Міне медициналық оқу орындарында оқитын студенттерге арналған кітап. Осы кітаппен жұмыс жасайсыз, бірақ көбінесе нелер болады, методичкалар. Солмен жұмыс жасайсыз, және осындай кітаппен де жұмыс жасайсыз. Бұның ішінде бастапқы бөліктерінде жалпы қан айналым жүйесі, зар шығару жүйесі, асқазан, іш деген сияқты нәрселер, мәліметтер, солар туралы тексттер берілген. Ол туралы жалпы жазылған кітап. Бұл қолданыста болатын кітап. Ағылшыннан керек қажет кітап. Енді сіздерге ең көп кітап көрсетейін. Ең кітабы көп сабақ кітап. Ол бізде болған медициналық биофизика деп аталады. Медициналық биофизика. Мына кітапты қолданасыздар. Осындай кітап. Кейбір мәліметтер, бірақ аз ғана мәлімет болмайды, қалғандардың бәрі осы кітапта бар. Келесі, мына кітапты дәл солай. Бұл кітапта мен осы негізінен медициналық биофизикадан осы 2 кітапты көп қолдандым. Осы 2 кітап. Ең керек қажет кітап мен үшін осы 2 болды. Көбінесе медициналық биофизикадан конспект жазасыздар, сабақ айтасыздар. Бірақ есеп ондай көп шығармайсыздар. Мен есеп шығарамыз деп ойлаған едім. Ол нақта физиологияның кітабыға қойыпты. Мен бұны өзім барып алған едім. Жоқ. Әлде өзім барып. Өзім барып алған едім. Бірақ мен бұны ешқандай қолданған жоқпын. Міне, мына суреттерді ертең сіздерден көп сұрайды. Осы сурет, осы доға. Өте көп саласыздар. Ең маңызды суреттердің, ең маңызды білу қажет нәрсе осы доға. Осыны бұл кітапты мен бірақ қолданған жоқпын. Келесі, біз не туралы айтып отырмыз? Біз медициналық биофизика. Міне, мынандай кітап. Кейбір кітаптарды тіпті мен бетін ашқанда жоқпын, өйткені мен қалғанына мана кітаптарда болғандықтан мәлімет. Бұл кітаптарды көп қараған жоқпын. Мынада менің байқауымша тесттер бар екен. Жұмыстар бар екен. Бірақ бұны мен қолданған жоқпын. Келесі, мындай түрі әдемі кітаптар. Биофизика. Бұл да сол. Медициналық биофизика. Бұны да қолданған жоқпын. Көп кітап жалпы, сіз қанша кітап аласыз, сол кітаптың жартысы, теңде жартысы сізге қажеті болмайды деп айталам. Физиология пәнінен практикалық сабақтарға арналған нұсқау еді. Бұл да физиология ұмытып кеттім. Бірақ қолданған жоқпыз. Ешқандай қолданған. Бірақ жақсы жерін ішінде тест көп екен, соны байқадым. Мана осы кітаппен, манағы мен айтқан кітап зерттеу әдістері деген. Сол екеуі бір-біріне ұқсайтын сияқты. Бірақ бұны қолданған жоқпын.
Біз биофизиканы айтып жатырмық. Практикум по медицинской биофизике. Бұны қолданған жоқпыз. Орысша кітап. Оның өзіне. Не үшін бергенін білмеймін. Медициналық биофизика бойынша практикум. Мынау орысшасы, шамасы. Мынау қазақшасы. Дәл. Кітап. Бірақ бұны қолданған жоқпыз. Медициналық биофизиканы зертханалық жұмыстар. Біз шынын айтсам, ешқандай біз зертханалық жұмыс жасаған жоқпыз биофизикадан. Тек қана сабақ айттық, конспект жаздық, түрлі тапсырмалар орындадық, бұнда қолданған жоқпыз. Келесі биофизикадан бітті. Бітті. Келесі латыннан бір кітап қалып қойыпты. Латинский язык и основы медицинской терминологии. Чернявский дейді. Орысша кітап екен. Бірақ бұны біз қолданған жоқпыз. Бірақ ішінде керек мәліметтер бар сияқты. Орысша мәліметтер, латынша сөздер, олардың орысша сөздері, аудармалары. Бет шылыштық бай, әйтпесе қалар. Енді гистология. Қандай кітап? Көріп отқанда кітап өте көп байқадыңыздар ғой. Бірақ оқылатындар тек жартысы. Қанша менің азы. Бұны мен қолданған жоқпын. Бірақ ішінде мәліметтер жетерлік сияқты. Есеп шығару жүйесі. Мен ойымша бұл келесі екінші курста оқылатын тақырыптар сияқты. Биыл біз мынадай тақырыптар оқыған жоқпыз. Ішінде бүйрек дейді, бездер, өкпе. Келесі биофизика, гистология мне. Мен осы кітапты көп қолдандым. Екінші бөлім. Бірінші бөлімін бізге берген жоқ міне. Қызық. Жақсы кітап. Көп қолдандым мен бұл кітапты. Мынандай нәрсе тұрса, мен қолданған кітаптар деп есептеуге болады. Көп қолданатын, көп оқылатын кітаптар. Келесі гистологияда тағы бір үлкен бір кітап көрсетейін. Атлас дейді. Гистология, цитология және эмбриологиядан. Андай үлкен атлас бар. Бірақ бұны біз қолданған жоқпыз. Бұл да өзіңіз үшін оқысаңыз болады. Бұның ішінде суреттер берілген. Көбінесе бұл суреттер бізде сіздерге гистология жалпы қазір айтарым мүмкін. Và міне препараттардың суреттері керек кітап. Өзің үшін. Себебі ертең гистологиядан сіз не тапсыратын кезде, сессия тапсыратын кезде препараттарға қосымша келетін болады. Сондықтан бұл кітапты өзіңіз үшін қолдана аласыз. Енді келесі жерде медициналық терминология, терминдер сөздігі деген кітап бар екен. Бірақ бұны бір сөзді егер түсінбей қалсаңыз, іздейсіз. Орысша, қазақша бар, ағылшынша жазылған, үш тілде жазылған сөздік. Мысалы ғана жерден айтайын. Дизентерия дейді. Дизентерия, сатқақ, қаншықақ, амебалық дизентерия, амебалық сатқақ дейді. Дизестезия, дизноя. Орысша сөздердің қазақшаға аударылған түрлері деп айтуға. Өзіңіз үшін қолданасыз әрине. Бірақ сабақта өтпейсіз. Енді соңғы қандай пән қалды деп ойлайсыздар? Анатомия қалды. Анатомия туралы айтып кетейік. Ол кітапты мен өзім барып алдым. Жалпы анатомияның қай кітабы болсын, өте қажет. Менде мысалға 3 түрлі кітап болса анатомияның, үшеуінде кезектестіріп, біріктіріп оқыған жақсы. Біреуінде түсініктірге жазылады, ал біреуінде суреті жақсырақ жазылған. Суреті жақсы салынған, күшті суреттер, түсінікті. Солай латыншасы, сондай деген сияқты кітаптарды бір-біріне біріктіріп оқисыңдар. Мен көп қолданған кітаптардың бірі анатомияның осы. Мен бұны көбінесе сүйектерді өткен кезде қолдандым. Бір-екі сурет көрсетіп жіберейін.
ең басында түсініксіз болып көрінген ме? Оқыған адамға оңай. Адамның беті, аяқ, сан бұлшеттері, сирақ. Өте қажет кітап. Колесник. Жалпы біз бәріміз деуге болады, группаластарымыздың осы анатомияның қандай кітабы, қалай авторлары кім екенін жатқа білеміз деуге болады. Бір-бірімізден сұрағанда, Колесников бар ма, Рақышев бар ма деп айтып жатамыз. Атлас бар ма деп. Келесі міне атлас. Көптен бері қолданып келе жатқан, көп адам қолданған атлас. Бұл қажет, өте қажет кітап. Жалпы анатомияның қай кітабы болса қажет. Бірақ атластың бір минусы, бұда суреттер өзінше анық болмайды. Мысалға қазір бір суретті көрсетейін. Бұл шеттерден. Бұлай қарасаңыздар, көріңіздер, ана жерде қатты байқалмайды. Кейбір бұл шеттер қай жерде тұрған көрсетіп қояды, бірақ олар көрінбейді дұрыс. Мысалға атласта түсінікті жазылған, толығырақ, молырақ жазылған болса, ал мына кітапта суреттер күшті көрінген. Келесі анатомия, бұл Рақышевтің кітабы. Рақышевтің кітабы 3 томнан тұрады. Түрлері сыртын қарасаңыздар өте әдемі, күшті жасаған, маған ұнады. Дизайны. Міне біз оқыған кітап мынау. Сүйектер, буындар, яғни байланыстар және бұлшеттерді оқыдық. Келесі бұл бізде ішкі мүшелер сияқты. Ас қорыту жүйесі, тыныс алу, несеп жыныс жүйесі, эндокриндік тамырлар, лимфа жүйесі. Бұл кітапты біз қолданған жоқпыз. Және міне жүйке жүйесі және сезім мүшелер. Бұл екі кітапты біз, менің ойымша, келесі жылдары 2-3 курстарда оқимыз деп ойлаймын. Мен қазір биыл оқыған кітапқа келетін болсам, бұл міне осы кітап. Бұл кітап Рақышев деген ұлы доктор, профессордың кітабы. Бұл кітапта қысқа жазылған, бірақ нақты ең маңыздысы жазылған. Бұда суреттер анық көрсетілген. Жалпы осы кітаптың суреттері мен мына кітаптың суреттері бір-біріне ұқсайды. Жалпы бір деп келуге болады. Бірақ мына кітапта суреттер көп берілген. Ал мына кітапта мәліметтер қысқа және нақты жазылған, түсінікті жазылған. Не? Осылай. Болды. Екінші курста, екінші семестрде оқыған кітаптар осындай. Жалпы кейбір көп кітапты бірінші семестрде берген болатын. Жоқ. 2 семестрде бердім. Бірінші басында бердім. Бірақ біз жартысын ғана, жартысынан азын бірінші семестрде оқып кеткен болатынбыз. Солай, жақсы. Сау болыңдар.